Саламатсыздар ма оқушылар? Алғашқы функция және интеграл бөлімінің жазық фигуралар аудандары мен айналу денелерінің көлемдерін анықталған интеграл көмегімен есептеу тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабақтың мақсаты: берілген сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын есептей аласыз. Өткен тақырыпты пысықтауда мына тапсырманы орындап көріңіз. Берілген қисықтармен шектелген фигураның ауданын табу жолының ретін көрсетіңдер. Алдымен берілген функциялар теңестіріп теңдеуін шешеміз. А және В интегралдар шектерін анықтаймыз. АВ кесіндісі аралығында x-тан f функциясы x-тан g функциясынан артық немесе тең болса, жазық фигураның ауданы интеграл шегі А-дан В-ға дейін x-тан f азайтылған x-тан g dx-ті қолданамыз. Берілген тапсырмада қатені табыңыздар. Берілген функциямызда x-тан f функциясы x-тан g функциясынан артық немесе тең. Жоғарыдан минус x квадрат плюс 6x азайтылған 5 функциясының графигімен, ал төменнен минус 3-тен x азайтылған 2-ден 1 функциясының графигімен, сол жағынан x тең болады 1, оң жағынан x тең болады 4 сүлермен шектелген жазық фигураның ауданын табамыз. Жазық фигураның ауданы интеграл шегі А-дан В-ға дейін x-тан f азайтылған x-тан g dx. Мына мысалдары қарастырайық. Y тең болады 4 азайтылған x және y тең болады 4x азайтылған x квадрат қисықтарымен шектелген фигураның ауданын табыңыздар. Функциялардың графиктерін бір координаталы жазыққа саламыз. Функциялар теңестіреміз. Содан кейін олардың қиылысу нүктелерінің абсциссаларын мына теңдеуден табамыз. X квадрат азайтылған 5x қосылған 4 тең болады 0 теңдеуін шешіп, теңдеудің түбірлерін анықтаймыз. x1 1-ге тең, x2 4-ке тең. Жоғарғы шегі 4, төменгі шегі 1 болады. Жоғарғы функциядан төменгі функцияны азайтып ықшамдаймыз. Интеграл таңбасының астындағы функцияның алғашқы функциясын табамыз. Жоғарғы шегін және төменгі шегін қойып есептейміз. Нәтижесінде 4,5 квадрат бірлік шығады. Келесі мысалды қарастырайық. Y тең болады x және y тең болады минус x квадрат плюс 4x қисықтарымен шектелген фигураның ауданын табыңыздар. Берілген функциялардың графиктерін координаталы жазыққа саламыз. Координаты бас арқылы өтетін түзу және тармағы төмен қараған парабола. Берілген функцияларды теңестіреміз және теңдеуді шешеміз. Теңдеудің түбірлері 0 және 3. Жоғарғы шегі 3, төменгі шегі 0. Жоғарғы функциядан төменгі функцияны азайтып ықшамдаймыз. Интеграл таңбасының астындағы функцияның алғашқы функциясын тауып, жоғарғы шегін және төменгі шегін қойып есептейміз. Нәтижесінде 4,5 квадрат бірлік шығады. Келесі мысалды қарастырайық. Y тең болады x квадрат азайтылған 2x азайтылған 2 және y тең болады минус x квадрат плюс 2 қисықтарымен шектелген фигураның ауданын табайық. Берілген функцияларды теңестірдік. Теңдеуді шештік. Теңдеудің түбірлері минус 1 және 2. Жоғарғы шегі 2, төменгі шегі минус 1. Минус x квадрат плюс 2 функциясы x квадрат азайтылған 2x азайтылған 2 функциясынан артық болғандықтан минус x квадрат плюс 2 функциясынан
x квадрат азайтылған 2x азайтылған 2 функциясын азайтамыз. Ықшамдаймыз. Интеграл таңбасының астындағы функцияның алғашқы функциясын тауып, жоғарғы шегін және төменгі шегін қойып есептейміз. Нәтижесінде 9 квадрат бірлік шығады екен. Алдыңғы мысалдарды негізге ала отырып, мына тапсырмаларды орындаңыз. Дескриптивті басшылыққа алыңыз. Берілген қисықтармен шектелген жазық фигураның ауданын табыңдар. Тапсырмалардың орындалуына назар аударайық. Берілген қисықтармен шектелген жазық фигураның ауданын табуда берілген функциялардың графиктерін саламыз. Түзумен тармағы төмен қараған параболаны бір координаталық жазыққа салдық. Функциялар теңестіріп, теңдеуді шешеміз. Теңдеудің түбірлері 2 және 3. Ізделінді фигураның ауданының шегі 2 және 3 болады. Жоғарғы функциядан төменгі функцияны азайтамыз. Интеграл таңбасының астындағы функцияның алғашқы функциясын табамыз. Жоғарғы шегін және төменгі шегін қойып есептейміз. Нәтижесінде 6-тан 1 квадрат бірлік шығады екен. Келесі тапсырманың шығарылуына назар аударыңыздар. Тармағы жоғары қараған параболамен түзуді бір координаталық жазыққа саламыз. Бізде тапсырмада шегі берілгендіктен ізделінді жазық фигураның ауданын табамыз. Жоғарғы шегі 3, төменгі шегі -1. Жоғарғы функциядан төменгі функцияны азайтамыз. Интеграл таңбасының астындағы функцияның алғашқы функциясын тауып, жоғарғы шегін және төменгі шегін қойып есептейміз. Нәтижесінде 10,3-тен 2 квадрат бірлік шығады. Дескриптивті басшылыққа ала отырып, берілген қисықтармен шектелген жазық фигураның ауданын табыңыздар. Тапсырманың шешуіне назар аударайық. Берілген функцияларды теңестіріп, теңдеудің түбірлерін табамыз. Теңдеудің түбірлері 0 және 1. Жоғарғы шегі 1, төменгі шегі 0. Ізделінді жазық фигураның ауданы шегі 0-ден 1-ге дейін. Интеграл таңбасының астындағы функцияның алғашқы функциясын тауып, жоғарғы шегін және төменгі шегін қойып есептейміз. Нәтижесінде 6-тан 1 квадрат бірлік шығады. Келесі жағдайының шығарылу жолына қарайық. Y тең болады -2x квадрат қосылған 5 және y тең болады x квадрат азайтылған 2x плюс 4. Бұл берілген функциялардың графиктерін координаталық жазыққа саламыз. Қиылысу нүктелерінің абсциссаларын тауып, шегін анықтаймыз. Жоғарғы шегі 1, төменгі шегі -3-тен 1. Жоғарғы функция -2x квадрат плюс 5-тен, төменгі функция x квадрат азайтылған 2x плюс 4-ті азайтамыз. Интеграл таңбасының астындағы функцияның алғашқы функциясын тауып, жоғарғы шегін және төменгі шегін қойып есептейміз. Нәтижесінде 27-ден 32 квадрат бірлік шығады.
Алдыңғы мысалдар мен тапсырмаларды негізге ала отырып, мына тапсырмаларды өз бетімен орындап көр. Тапсырмаларды орындауда дескрипторды басшылыққа ал. Бүгінгі тақырыпты пысықтауда мына дереккөздерді пайдаланарсың. Бәріңізге де сәттілік тілеймін. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.